Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіз. Алдағы уақытта сіздерге тез әрі оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдағаныңыз үшін үлкен рахмет. Алла сізге разы болсын, екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Ал кеттік, сіздерге керекті заттарды айтайын. Бізге қоян еті керек болады. Мына жерде мен қоянның етін ұстап, қандай айырмашылығы барын айтып жатырмын. Көріп тұрсыздар, қызғыштау, сырты күліңкі сияқты болып келеді. Бір сәбіз, жарты пияз, дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш керек болады. Алдымен қызып тұрған майымызға етімізді жақсылап қуырып аламыз. Бұл қоян еті өте тәтті болады. Дәмі ерекше болады, тез піседі әрі. Енді дала жануар болған екен, бәрібір басқа еттерге қарағанда өте ерекше бір дәмі болады. Ол қоян етін жеп көргендер ғана ажырата алады. Жақсылап қуырып аламыз осылайынан, көріп тұрғандарыңыздай. Астын баяу отқа қойып, 15 минутқа қуырып, бетін жауып қоятын боламыз. Келесіде бізге жаңа жарты пиязымыздың үстіне қойып, екеуін бірге тағы да бір 10 минуттай қуырып аламыз. Бетін жауып, астын баяу отта қоятын боламыз. Етіміз қуырылып жатқанда біз гарнирін дайындаймыз. Мен гарниріне бір картошка алдын ала пісіріп алдым. Дәміне қарай тұз, бұрыш қостым. Сүт қосу себебім картошкамыз құрғақтанбай әдемі болып тұрады. Келесіде біз сәбізімізді салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, көріп тұрғандарыңыздай. Дәміне қарай жаңағы тұз, бұрыш, паприкамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз тағы да. Келесіде біз соусын дайындайтын боламыз. Мен бір кесе суға бір ас қасық томат салып, жақсылап араластырдым. 2 шай қасық ұн салатын боламыз. Іртігін кетіргенше араластырып аламыз. Іртігі болмау керек, естеріңізде болсын. Дайын болған соусымызды еттің үстіне құямыз. Міне жақсылап қолымызды алмастан 2 минуттай араластырып тұрамыз. Сол кезде өзі қоюланады. Жақсылап араластырамыз. Жан-жағының барлығын өзі қоюланып жатыр. Міне қарап тұрсаңыздар. Сонымен бізде гуляшымыз дайын болды. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Мен бір адамдық қана жасадым, яғни сіз қажетіне қарай көбейтіп жасай берсеңіз болады. Міне осымен біздің ерекше тағамымыз дайын болды. Қояннан жасалған гуляш. Ас болсын, жасап көріңіздер. Достарыңызға да менің каналымды ұсынуды ұмытпаңыз. Тағы да рахмет менің каналыма тіркелгеніңізге. Алла разы болсын. Бай қуатты болыңыз. Сау болыңыз.